көріңіздер және де сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан біліп отырыңыз келсе, арнамызға жазылыңыз және де лайк басуды ұмытпаңыз. Наурыз айына арналған ауа райы болжамы. Наурыз айына арналған консультативтік ауа райы болжамы жарияланды. Қазгидромет консультативтік болжамы бойынша 2025 жылдың наурыз айында республикада орташа температура нормадан 2 градус жоғары болады. Айдың жалпы сипаттамасы: ауа райы құбылмалы, аязды күндер жылы күндерге ауысады. Солтүстік облыстарда қарлы болуы мүмкін. Жауын-шашын, жаңбыр мен дымқыл қар болуы мүмкін. Оңтүстікте жаңбыр жауып, жел күшейіп, тұман түседі, көктайғақ болады. Температура динамикасы. Наурыздың бірінші онкүндігі. Республика бойынша түнде -12, -20 градусқа дейін, орталық және шығыс аумақтарда -15, -15 градусқа дейін. Күндізгі уақытта -3 градустан +5 градусқа дейін, оңтүстік аумақтар түнде -2, +8 градусқа дейін, күндіз +8, +15 градусқа дейін. Солтүстікте түнде -3, -8, күндіз 0, -5 градусқа дейін. Оңтүстік бөлігінде түнде -5, +2, күндіз +3, +10 градусқа дейін. Екінші онкүндік. Солтүстікте түнде -10 градустан 15 градусқа дейін, күндіз -2 градустан -13 градусқа дейін, +2 градустан +10 градусқа дейін. Оңтүстікте түнде -5, +5 градусқа дейін, күндіз +3, 8, -10, +10, +20 градусқа дейін. Үшінші онкүндік. Облыстардың басым бөлігінде түнде -5, +5 градустан +5, +10 градусқа дейін. Күндіз +5, +10 градустан +10, +20 градусқа дейін. Солтүстікте және солтүстік батыста түнде -5, -15 градустан 0, -8 градусқа дейін. Күндіз 0 градустан -5 градустан +3, +10 градусқа дейін. Осылайша 2025 жылың наурызы жылы және жауын-шашынсыз болады, бірақ айтарлықтай құбылмалы болады. Бұл автокөлік жүргізушілерінің де ел тұрғындарының да назарын арттыруына талап етеді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.